Баршаға сәлем достар, көптен бері сіздерге ақпарат бермегеніміз рас. Бұл жолы сіздерді қызықтырған ақпараттармен бөліскіміз келеді. Бүгін сіздерге бәріміз сүйіп тамашалап жүрген біздің әпке телехикаясы және ондағы актерлармен таныстыратын боламыз. Әзірге каналға жазыламыз, лайк басамыз, қолдау көрсетеміз. Біздің әпке Түркияның 2017 жылы жарыққа шыққан телехикаясы. Негізгі біздің қазақтар сериал атын дұрыс аудармаған, түркшеден аударғанда телехикая атауы біздің оқиға деп аталу тиіс. Сериал британиялық ұятсыздар сериалына түрікше ремейк етіп түсірілген. Ал актерларға келер болсақ, басты рөлдегі Фелиз образын сомдаған актриса Хазал Кая. Хазал Кая 1990 жылы 1 қазанда Түркияның Газиантеп қаласында дүниеге келген. Қыздың ата-анасы адвокат болып жұмыс істегендіктен Хазал ештеңеге мұқтаж болмай өскен. Алайда кейбір ақпарат көздері Хазалдың ата-анасы ажырасқан деп мәлімдейді. Анасы қызының талантын дамытуға тырысып, оны Стамбулдағы итальян мектебіне оқуға жібереді. Хазал балет мектебінде оқиды, хореография және скрипкада ойнайды. Ол ағылшын, неміс және итальян тілдерін үйренеді. Актриса болудағы армандаған Хазалдың балалық шақтағы арманы әйгілі Стамбулдағы Айла Алға театр мектебіне қабылданған кезде орындалады. Оқумен қатар болашақ актриса жарнамада түсірілім жасай бастады. Хазалдың суреттері беті жылтыр журналдардың мұқабаларында және косметикалық брендтердің жарнамаларында көрсетілген. Актриса алғашқы рөлін 16 жасында ойнайды. Бұл танымал Сыла телехикаясындағы кішкентай қыз Берринің рөлі. Жас актриса үшін ең жарқын сәт 2008 жылы жарыққа шыққан «Тыйым салынған махаббат. Запретная любовь» атты жаңа мелодрамасы болды. Сериал Түркияда ғана емес, шетелде де танымал болады. Фильмді тарату құқығын 20 мемлекет сатып алады. 2011 жылдың қаңтарында «Мен оны Фериха деп атадым» сериясында басты рөлді сомдады. 2012 жылы актриса «Бұл соңғы рет болсын» Балкандағы соңғы жаз фильмдерінде, 2013 жылы «Көк толқын», «Махаббат» серияларында түсті. Ал 2014 жылы актриса «Менің қарсылығым бар» комедиясында басты рөлде ойнады. Хазал Кайдың жеке өмірі туралы аздаған ғана мәліметтер бар. Актриса өзі және отбасы туралы кез келген ақпаратты мұқият жасырады. Хазал Али Атаймен 5 жыл кездесті және 2019 жылы ерлі-зайыптылар қарым-қатынасты заңдастырды. Салтанатты рәсім қонақ үйде өтті. 22 жасында актриса өзінің қант диабетімен ауыратынын біліп, 2013 жылы Америкаға емделуге кетеді. Актрисаның салмағы тұрақсыз, сондықтан Хазал режимді мұқият бақылайды, үнемі ұзақ серуендеуге тырысады. Актрисаның бойы 160 сантиметрге дейін, сондықтан кейбір көріністерде актриса үшін стендер қою керек болады. Актриса жануарларды қорғауға арналған іс-шаралар мен қорларға қатысады. Әлеуметтік желілерде жанкүйерлермен жиі байланысады. Хазал Кайдың Инстаграмда 2 миллионнан астам жазылушысы бар. 2016 жылы актриса аспаздық өнер академиясының аспаздық курстарын бітірді. Кайдың арманы Италияда мейрамхана ашу, алайда кинодағы жұмысы тоқтамайды. 2017 жылы Хазал Кая американдық танымал ұятсыз комедиялық сериалының түрік ремейкінде ойнады. Яғни бұл біздің әпке сериалы. Сериал үлкен танымалдылыққа ие болды. Сериалдағы актерлардың біршамасы осы телехикаядан соң таныла бастаған. Сериалдағы Фелиздің ғашығы Барыш рөлін актер Бурак Денис сомдаған. Актер 1991 жылы 17 ақпанда Түркияның Стамбул портында дүниеге келген. Баланың ата-анасы ол туылғаннан кейін бірден ажырасқан, ал анасы ұлымен бірге Измирге көшкен. Онда алғашқы жылдарын өткізіп мектепті бітіреді. Бала кезінен Бурак актер болғысы келетіндігін түсінеді. Ол үнемі танымал фильмдерді көріп, кино мансабын армандайтын. Мектептен шыққаннан кейін Стамбулға оралып, университетке оқуға түседі. Өнер тарихы мамандығын оқып шыққан жігіт актерлық курстың студенті болып жұмысқа орналасып, өзін кастингте сынап көреді. Денистің кинодағы дебюттік көрінісі 22 жасында болды. 2011 жылы жас жігіт колледж күнделігі сериясында ойнады. Түсірілім алаңында Бурак танымал түрік актерлармен кездеседі. Осы фильмнің премьерасынан кейін актер басқа жобаларға шақырыла бастады.
Бурак қатысқан келесі түрік сериясы Сұлтан болды. Актер кішігірім рөлге ие болды. Ал 2013 жылы Қашқын көп бөлімді фильмі түрік актерлардың мансабына үлкен түрткі болды. 2015 жылы Толқын кино жобасында жұмыс істеді. Әлемдік даңқ Бурак Денизге 2016 жылы Түн патшайымы телехикаясында ойнаған кезде келді. Актер өзінің түрік актерлары Мери Узерли және Мұрат Йылдырыммен жұмыс істейтін елестеткен де жоқ. Көп бөлімнен тұратын фильм 25 елде сатылып, актер Түркияда ғана емес, басқа елдерде де танымал болды. Түн патшайымнан басқа Бурак 2016 жылы Махаббат сөздерді түсінбейді мелодрамасында басты рөлге ие болады. Бурак өзінің ерекше харизма және көңілді мінезімен ерекшеленетін актриса Ханде Эрчелмен жұмыс істеседі. 2017 жылы Біздің әпке сериалында басты рөлдің бірін сомдайды, ал 2018 жылы Между атты фильмге түседі. Бурак актерліктен басқа акцияларға қатысу арқылы ақша табады. Актер миллиондаған ақша таппайды және сәнді өмір салтын ұстамайды. Бурак өзінің кірісіне риза, табысы өзіне жеткілікті. Ол байлыққа ұмтылмайды және тек бір нәрсені, үнемі фильмдерді қызықты кейіпкерлерді ойнауда қалайды. Актер жеке өмірін адамдардан мұқият жасыруға тырысады, бірақ көрермендері барлық құпияларды біледі. Махаббат сөздерді түсінбейді сериясынан кейін Бурак актриса Ханде Эрчелмен жиі кездесетін. Ал көрермендер оларды кездесіп жатыр деп сенген. Сыбыстар тарала бастаған кезде актриса бірден әлеуметтік желілерде Бурак пен оның арасында ешқандай махаббат жоқ, олар жай ғана достар екендігі туралы ақпаратты жариялады. Сонымен бірге актер Бушра Девилимен кездесе бастайды. Бушра өте кішкентай өтірікшілер сериалының түсіру кезінде актерге ғашық болады. Қыз Бурак үшін ең жақсы жан серігі болды. Актриса Бурактың кинодағы басқа әйелдерді сүюге мәжбүр болған сәттерде қызғанбады. 2018 жылы ерлі-зайыптылар қарым-қатынастарын үзіп, барлық бірлескен фотосуреттерді әлеуметтік желілерден өшірді. 2020 жылдың басында актердің өзінің әріптесі Бест Көктерімен кездестіргенін байқаған. Кейінірек Бурак ақшыл сұлу Дедим Сойданмен кездесті дегенде ақпараттар бар. Алайда қазір актер бойдақ, ешкіммен ара қатынас орнатпаған. 2020 жылы актер жол апатына түседі. Ол өзінің көлігінде келе жатып мотоциклді қағып кетеді және оқиға орнына кетіп қалған. Тексеріс бойынша актердің алкогольдік ішімдік ішкені расталған. Актер 6 айға жүргізуші куәлігінен айырылды. Сонымен қатар 1228 түрік лирасында айыппұл төледі. 2020 жылдың күзінде актердің әкесі Измирде қайтыс болды. Ата-анасы ажырасқанына қарамастан Бурак әкесімен байланыста болған. Бұл актердің өміріндегі алғашқы жолығу емес еді. Себебі 2014 жылы онкологиялық аурумен күрескен анасы да қайтыс болған. Актер 2020 жылы аяқталмаған махаббат, маршылы телехикаяларында және король криминалды драмасында басты рөл сомдады. Аталған фильмдер актерға үлкен танымалдылық әкелді деп сенеміз. Сериалдағы Тулай рөліндегі актриса Несрин Джаведзде. Актриса 1982 жылы 30 шілдеде Әзербайжанда дүниеге келген. Несрин Бакуде туылғанына қарамастан қазіргі уақытта Түркияда өте танымал адам. Мәселен мынада, Кеңес одағы ыдырағаннан кейін қыздың ата-анасы өз отанын тастап Стамбулға көшуге мәжбүр болады. Кішкентай кезінде үлкен экрандарда жарқырағысы келетінін түсінеді. Ол өзін әлемге таныта алатын өте шығармашылық және талантты адам екенін біліп, орта білімін Түркияның астанасында алады. Содан кейін Мармара университетінде телевизия және кино факультетіне түседі. Актриса өзінің дебютін 2004 жылы Суда жүру фильмде жасады. 3 жылдан кейін Үйсіздер көп бөлімді фильмде ойнауды бастады. Тағы 12 айдан кейін ол Менің Марлон мен Брандом атты жобасында пайда болды. Несрин 8 күн Дилбер фильмі үлкен экрандарға шыққаннан кейін ғана танымал болады. Осы фильм арқылы Анталия кинофестивалінде Алтын апельсин киносыйлығына ие болды. Актриса 8 телехикая және 11 толықметражды киноларда рөл сомдап, үздік актриса, үздік әйел образы номинацияларын иемденген. Несрин романтикалық қарым-қатынаста екендігі белгілі, бірақ актриса таңдаған адамның кім екенін ешкім білмейді. Сериалдағы Фикри рөлін сомдап, талай көрерменді күлдіріп те, жылатып та, тіпті
ашуландырып та жүрген актерлардың шын есімі Реха Озжан. Ол 1965 жылы Түркияда туылған, жастайынан театрға барып актерлыққа қызығушылық танытады және театр институтын тәмамдап актерлыққа бет бұрады. Киномен қатар театрда да қатар алып жүреді. Актер біз білетін Көкжалдар мекені және ғажайып дәрігер телехикаяларында да ойнаған. Біздің әпке сериалындағы рөлі де көпшіліктің көңілінен шыға білді. Жеке өміріне келсек, үйленген, бала шағасы бар, алайда көпшілікке көрсетуді қаламайды. 55 жастағы актер 20-дан астам фильмдерде рөл сомдаған. Қазіргі таңда жаңа кинотуындыларға түсуде. Сериалдағы Рахметтің рөлін сомдаған актер Ягизжан Коняли 1991 жылы Түркияның Стамбул қаласында дүниеге келген. Мимара Синан атындағы мемлекеттік консерваториясының театр факультетін бітірген және 2006 жылы алғашқы Махаббат фильмінде дебют жасаған. 2015 жылы актер команда Аймақтың Махаббат үшін комедиясында рөл сомдап, Алтын апельсин кинофестивалінде Қаздар алқасының арнайы сыйлығына ие болды. Актер қазіргі уақытта жаңа фильмдерде рөл сомдауда. Сериалдағы ең кішкентай актер ол әрине Омер Севги. Алғашқы рет ойнаса да көрермендердің лайықты назары мен сүйіспеншілігіне ие болды. Ол 2014 жылы туылған, ал біздің әпке сериалында ойнаған кездері небәрі 3 жаста болған. Достар, әзірге осы. Бұл Хамид Official YouTube каналы. Бізге жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Алдағы уақытта қандай актер немесе қай кино туынды туралы ақпарат бергеніңізді қалайсыз? Комментарийге жаза кетіңіз. Біз сіздердің пікірлеріңізбен санасып отырып, жаңа ақпараттар береміз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар достар.